екеуміз бүгін зерттеу жұмысын жасаймыз. Ол үшін бізге өсімдіктер қажет. Біз өсімдікке бүгін пиязды таңдап алдық. Бүгін тәжірибеміз суды қаншалықты өсімдіктерге пайдалы, қаншалықты маңызды екенін тәжірибе арқылы анықтаймыз. Жарай ма? Ендеше тұра ғой. Ең бірінші кіріспес тұрып, бізге сақтық ережесін, табиғатта өзімізді қалай ұстайтынымыз туралы сақтық ережесін түсіндіріп кете ғой. Қол жуамыз. Табиғатта өзімізді ұстау үшін. Қол жуамыз. Гүлді жумаймыз. Абайлап су құямыз. Ауызға салмаймыз өсімдіктерді, да? Қалаларды абайлап пайдаланып, ішкі заттарды да өзімізде тепе-теңдік сақтағанымыз да жарайсың. Енді су үшін бізге қандай заттар қажет екен? ыдыс, топырақ, тұқым, су, күн алдына қоямыз. Өседі. Сол кезде өседі екен, да? Жарайсың. Хамза бізді бүгін мына пияз өсімдігін алып, судың қаншалықты өсімдікке маңыздылығын зерттеу тәжірибесі арқылы анықтаймыз. Ол үшін мынандай екі ыдыс аламыз. Біреуіне су құямыз, біреуіне су құймай, екі ыдысты бақылап, не істейміз? Күнделікті өзіміздің бақылау күнделігімізге толтырып отырамыз. Мына бүгін отырылған күнімізді жазып, және баланың сенің атыңды жазып қойдым да, Хамза қай күні отырғызғанымыз. Енді топырақтан алып сала қой. Енді екінші тәжірибеміз, бізде қандай гүлді отырғызамыз? Қане, бізде бүгін қандай гүлді? Барқыт гүлін отырғызамыз, да? Ол үшінде екі ыдыс керек. Біреуін күннің көзіне қоямыз, біреуін көлеңке жерге қоямыз. Сол кезде біздер осы өсімдіктің өсуін істейміз, бақылаймыз, да? Енді алдымен ыдысқа сала қойып, топырақ саламыз. Екі қолмен істеп біз бір апта бойы тәжірибені істедік, бақыладық, да? Бақыладық. Мынау қандай өскен? Пияз. Пияз қалай өскен? ұзын. Неге ұзын болып өскен? Өйткені оған не құйдық біз күнделікті? Су құйдық. Ал мына ыдыстағы нені білдіреді? Қызыл. Су құйылмаған. Су құйылмаған өсімдік не істемейді? Өспей қалған. Ол нені білдіреді, бала? Өсімдікке әрқашанда судың қажет екенін білдіреді. Сондықтан адамдар өсімдікті не істейді? Күтеді, баптайды және су құяды екен, да? Жарыққа қойдық. Ал мына өсімдікті? Жарыққа қоймадық. Көлеңкеге қойдық, да? Көлеңкеге. Жарыққа қойған өсімдік қалай өскен? Үлкен болып, әдемі болып өскен. Ал жарыққа қоймаған көлеңкеде өскен өсімдік қандай өскен? Кішкентай. Күліміз тек сәл пәл ғана өскен екен, да?